Жетісу облысы тіл-қуат әдістемелік орталығы Кербұлақ аудандық филиалының ұйымдастыруымен жастар және конституция тәуелсіздік құрдастарының ел дамуына үлесі тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырды. Мұнда Кербұлақ ауданында тәуелсіздік жылдарында дүниеге келген әр салада қызмет атқарып жатқан тәуелсіздік құрдастары қатысты, баяндама жасады. Баяндамада өздерінің қызметтері туралы айтты. Оның ішінде дәрігерлер болды, мұғалімдер және әкімдік саласында жұмыс жасап жатқан, мәдени салада, кітапхана саласында, сонымен қатар әскери конституцияда айтып өткендей, отанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы дейді. Сосын баста әскери қызметші де қатысты. Алдағы уақытта бір-біріне жақсы тілектерін айтып, елдің дамуына толассыз үлес қосамыз деген сенімдерін білдірді.